бақылау алып жүргізейікші, кәне орныңыздан қайып, бір-бірімізге жақсы тілек айтайық. Кәне бірінші Санжар айтыңызшы, бір-бірімізге жақсы тілек айтып шығамыз. Қалайсың? Жақсы оқып. Ерлан сабағын жақсы оқып. Әсілтан ата-анам Амина бүгінгі сабаққа сәтті болды. Бүгін оны Айжұлдыз күнде сабақтан бес алды. Жақсы. Айгүл сабақты жақсы оқыды. Сабақта одан сәттілік өтсін. Жақсы. Ерасыл бүгінгі күнін сәтті өтсін. Қайыржан сабағын жақсы оқысын. Айжан сабағын жақсы оқы, ата-анамды тыңдап жүр, әрқашан көңілді, мейірімді бол. Сабақта бізге оқы. Бүгінгі күнін сәтті өтсін. Жақсы бала. Кәне балар, сұрақ қойып, тарих сөзі нені білдіреді? Кім айтады маған? Қайыржан айта ғой. Адамзат туралы ғылым, тарих, ежелгі адамдардың оқиғаларын, олардың тұлғаларын айтып отырады. Сол оқиғалар бізге өте маңызды болып есептеледі. Жақсы отыра ғой. Екінші сұрақ, тарихи деректер деп неге аталады? Айсұлтан айтады. Тарихи деректер адамзаттың ежелгі заманнан бері келе жатқан заттарды тарихи деректер деп атайды. Жақсы, тарихи деректер деп атаймыз. Және де біз кімді тарихтың атасы деп атаймыз? Біз тарихтың атасы Геродот деп атаймыз. Жақсы. Суретте не көрдіңіз? Қазіргі адам мен алғашқы адам туралы көрдік. Қазіргі адам қандай? Қол көтеріп айтайықшы, қазіргі адам. Біздің кезімізде өмір сүріп отырған адамдар, қазіргі адам қандай? Басқа. Дидара, айта қойшы, қазіргі адам. Қазір өмір сүріп жатқан адам қандай? Қазіргі адам қандай? Қазір бізде қазір 20 ғасырда. Яғни дамыған. Дұрыс айтады, маймылға ұқсамайтын. Содан кейін? Қайда кім толықтырады? Арнұр айта қойшы. Алғашқы адам мен қазіргі адамды салыстырсаң, Қазіргі адамды айта қойшы, алғашқы адамды. қазіргі адам киімдері өзгерген, Дұрыс айтады. түрлері өзгерген, Дұрыс. Бет әлпеті өзгерген, дұрыс айтады. Одан кейін? Бет әлпеті, денелері тарды. білімдері, Ой сана сезімі толық меңгерген. Жақсы отыр. Алғашқы адам қандай болған? Алғашқы адам ағып айта қойшы. алғашқы адамдардың денелері, тамақтары ауыр болған, олардың түрлері маймылдарға ұқсаған. Дұрыс айтады, түрлері маймылдарға ұқсайды. Жақсы. Отыра ғой. Яғни неге айттым? Өйткені бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы қандай? Алғашқы адамдардың өмірі. Жақсы бала. Ендеше қазір бейнефильмге назар аударайық, Жақсы сұрайды. Тарих ғылымында оларды данииттер деп атаған. Бұл адам текке істегенді білдіреді. Данииттердің адамға ұқсағанымен олардың қылмыстарға еңбек құралдары табылған жоқ. Австралопитек латын тілінен аударғанда австралоп оңтүстік питек майлы адам, яғни австралиялық майлы адамы деген мағынаны береді. Австралопитектің миының көлемі 600-650 текше сағат құралдары табылған. Адамның келесі даму сатысы тік жүретін адам, оның өкілдерін питекантр, яғни тік жүретін адаммен Қытай адамы синандырып кірді. Қазақстанда палеолит дәуірінде өмір сүрген адамдар питекантр замандастары болған. Питекантрдың ми көлемі 1000 текше сантиметр болған. Оларға түрлі тас қару-жарақтарын пайдаланған, ал синантр оттың пайдасын білді. Питекантр пен синантрдың омыртқа
жатқасыменен тізе сүйегі тік жүруге бейімделген. Қолы мен аяқ қазіргі адамдарға ұқсас болған. Бірақ бас сүйегінде елеулі айырмашылықтары бар. Питикандықтардың жақ сүйегі үлкен, маңдайы жазық және желкесі шырыңқы болған. Батыс Қазақстандағы шақпағатта, оңтүстік Қазақстандағы дәңір қазған мен бөрі қазған тұрақтары сол кезеңге белгілі археологиялық ескерткіштер қатарына жатады. Қазақстан жеріндегі алғашқы адамдар осыдан 1 миллион жыл бұрын пайда болған. Әрине, адамдардың қаңқа сүйектері біздің жерімізде табылған жоқ, бірақ пайдаланған еңбек құралдары мен тұрақтары көптеп табылды. Ежелгі адамдардың тағы қандай түрлері болды? Питикантроптың орнын ежелгі адамдардың біршама дамыған түрі неандерталь адамы басты. Неандерталь адамы ағашты, ірі аңдардың сүйектерін, аң терілерін пайдаланып баспана салды. От жағуды, тас құралдарын пайдалануды, малдың, аңның терілерін киім ретінде киюді білді. Неандертальдықтардың қоныстарын жерлеу құрып сақталған зираттар табылды. Бұдан 35-40 мың жыл бұрын ойлау қабілеті жоғары, дамыған, саналы кроманьондық адам қалыптасты. Оның дене бітімі тұрпаты қазіргі адамға ұқсады. Кроманьондық адамның бойы ұзын, маңдайы жазық болды. Кроманьондықтар Қазақстанның барлық аймағынан таралған. Алғашқы адамдар қалай өмір сүрді? Адамдардың алғашқы бірлестігін шартты түрде тобыр деп атайды. Алғашқы адамдар топтасып, тобыр болып өмір сүрді. Бірге аң аулап жұртты шаңдардан қорғанды. Тобырлар бір жерде ұзақ тұрақтамаған. Олар жерге жарамды өсімдіктері мол, жануарлар көп аймақты іздеп, бір жерден екінші жерге көшіп жүрді. Бір тобырда шамамен 30-40 адам болған. Тобырдың құрамы тұрақты болмады. Бір тобырдан бөлінген адам басқа тобырға қосылды. Адамдарда туыс деген түсінік қашан пайда болды? Адамдар тобыры бірте-бірте туысқандық ұжым саналатын руларға бірікті. Рулық қауым алғашқы адамдардың туыстық жағынан бірлесіп өмір сүрген тұрақты ұжымы. Алғашында ру ішінде аналардың беделі жоғары болған. Олар көбінесе үй шаруашылығымен айналысқан. Кейін ру ішінде тәжірибесі мол қариялардың беделі арта түсті. Руға қатысты маңызды мәселелер жалпы қариялардың қатысуымен жиналыста шешілетін болды. Ру мүшелері жасаған еңбек құралдары барлығының ортақ болды. Адамдардың өмірі жайлы бейнефильм көрген болатынбыз. Енді қараңыздар, алғашқы адамдардың сүйегі оны зерттеуде алғашқы адамның сүйегін ең алғашқы қандай болып антропология зерттеген болатын. Сондықтан да бізде бұны алғашқы адамдардың антропология деген ұғымнан шыққан болатын. Келесі бізде жер бетінде адамдар қашан пайда болды? Жаңа естідіңіздер ғой. Қашан пайда болды деді? Шамамен 1 миллион жыл бұрын алғашқы адамдар пайда болған екен. Оның ішінде жаңағы австралопитек адамдар. Және де сонымен қоса питикантроп, синантроп деген бар. Ал білеміз ғой, питикантроп деген бар. 1891 жылы Ява аралынан табылған екен. Питикантроп. Яғни бұлар қандай адамдар деді жаңа? Айтты ғой жаңа. Қандай адамдар? Екіншісі синантроп. Синантропта Қытай адамы деп аталады. Неге? Өйткені ол Қытайды табылған екен, Қытайда табылғандықтан, яғни бұны синантроп дейміз. Келесі бізде алғашқы адамдардың түрі неандерталь. Не деді? Қай жерде табылды деді неандерталь? Жаңа айтты ғой бізде. Неандерталь қай жерде табылды деді бізде? Балар, ең алғашқы Германияда табылған, Германияда табылған болатын мұны неандерталь. Одан кейін бізде ең соңғы кроманьон, не деп айтамыз? Homo sapiens немесе саналы адам. Яғни дұрыс айтады, қай өңірде табылды? Кроманьон өңірде табылған екен. Міне бұлардың бәрі сол кезде өмір сүрген алғашқы адамдар болатын. Алғашқы адамдар қалай өмір сүрді? Көрдіңіз ғой, қалай өмір сүрді балар? Аң аулады, аңшылықпен, қандай кәсіппен айналысты? Терімшілікпен, содан кейін. Және де ең соңында балық аулады, және де ең алғашқы дұрыс айтады, олар тас дәуірінде, дұрыс айтып тұрайсыздар. Палеолит дейміз ғой, палеолит дегенімізде тас дәуір, сондықтан да тас дәуірінде ең алғашқы адамдар сол уақытта өмір сүрген екен. Өзі дәуірлерді біз нешеге бөлеміз?
Төртке. Қандай? Үшке ма, төртке ма? Төртке. Қандай? Палеолит, мезолит, неолит, және палеолит. Үшке ма, төртке ма? Төртке. Иә, сол кезде міне палеолит кезінде алғашқы адамдардың міне қалай өмір сүргенін көріп тұрмыз, иә? Яғни тас кезінде тастан еңбек құралдарын жасады, білеміз ғой. Қандай еңбек құралдары бар бізде? Чоппинг, бифос, сол кезде бізде алғашқы адамдар қайда өмір сүрді, қай жерде тұрды? Және де жабайы аңдарды аулаған екен. Әрі қарай келесі. Бізде келесі міне, балалар, рулы қауым пайда болды. Яғни бір әр өңірде тұрғаннан келістеді, туыстас болды, туысқандық. Жаңа не дедік біз олар? Бірге жүрдік деді ғой, ол қалай қалды бірге жүрдік? Адамдар тобыры деп атады. Неше адамнан жүріп деді? 20-30 адамнан жүрген екен. Дұрыс айтасыздар, міне сондықтан да оны бізде не дейді? Адамдар тобыры. Ал рулы қауым дегеніміз не? Өттік қой. Рулы қауым дегеніміз не? Рулы қауым дегеніміз айттым ғой мен сіздерге. Туыстас бір-бірден жақын адамдар. Сондағы рулы қауым деп атайды. Жақсы. Жаңағыда өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді жақсы. Ендеше қазір біз топпен жұмыс жасаймыз. Яғни қараңыздар, пятикантроп тобы. Қазір мына қараңыздар. Жұмыс жасамай тұрып, мына жерде қараңыздар балалар. Әрбір алғашқы адамдардың атаулары тұр. Я пятикантроп, синантроп, нендеді. Кәне бірінші топ келіп жылдам. Мына жерде алайық. Кімге қандай сурет түседі, сол бойынша ол топпен отыра қаласыздар. Жақсы ма? Жоқ, қай жұлдыз ғана емес, бәріміз шығамыз. Бірінші топты. Қай? Пятикантроп өз орнында отырасың. Неандерталь. Санжар неандерталь қарасыз. Неандерталь. Үшінші топқа кетесің. Неандерталь қайда? Так, келесіз, келе беріңіз деп. Екінші топ келесіздер. Қай жердесіз? Пятикантроп мына қайтарда. Синантроп мына екінші топта. Үшінші топта неандерталь. Ал аламыз. Суретте көрсетесіздер. Әртүрлі суретте отыра қаласыздар. Неандерталь. Жоқ, неандерталь. Пятикантроп. Неандерталь. Отыра қаламыз. Бәріміз қайда кеттік? Мына жаққа отыра қалды шықпа. Айдың өз орнына отыра қал. Мына жаққа. Ай, қандай мына жаққа? Екеуі отыра қал. Мына жаққа жұқалды. Отыра бер. Амир, мына жаққа. Ал енді қалар. Қазір жұмыс жасаймыз, қараңыздар. Так, енді бірінші тыңдаңыздар. Бері қараймыз, қайырдар. Бірінші топ пятикантроп, алғашқы адамдардың тарихы жайлы түсініп бересіздер. Жаңа мен түсіндіріп кеттім ғой. Пятикантроп, синантроп, неандерталь деп айттым ғой. Екінші топ синантроп тобы, міне сіздер ғой. Сіздер еңбек құралдары, алғашқы адамдардың олардың қолдануы туралы айтасыздар, ойларын жазасыздар. Не үшін қолданды еңбек құралдар? Ол не үшін қажет болды? Қандай еңбек құралдары болды, иә? Ал үшінші неандерталь тобы. Сіздер алғашқы адамдардың дене тұрпаты мен бет әлпетінің өзгерістерін айтасыздар. Және де қандай кәсіппен айналысқанын айтасыздар. Жақсы, бастаймыз. Бірге жұмыс жасаңдар, бәрін түсінеміз. Бәрі кітап бар. Неге мен Ondеше қайық. Тоқтатайық жұмысымызды. Бірінші топ, пятикантроп топ келіп қорғаймыз, иә? Сіздердің тақырыбыңыз алғашқы адамдардың тарихы жайлы түсінік беру. Қане бастаймыз. Біздің тақырыбымыз пятикантроп тобы. Пятикантроп
алғашқы адамдардың тарихы. Тақырыптарың алғашқы адамдардың тарихы туралы түсінік беріп айтып отыр. Психотроп ежелгі адамдардың бір түрі. Ол біздің заманымыздан бұрын 1.500.000 жылдықта пайда болған. Келесі, екінші бізде синантроп. Синантроп ежелгі адам түрі. Ол біздің заманымыздан бұрын 1.500.000 жылдар аралығында өмір сүрген. Психотроптың сүйектері Ява аралынан табылған. Ол тік жүріп, аң аулап, қарапайым тас құралдары, шапқыш пен қылыштар пайдаланған. Жақсы, келесі синантроп. Кәне, екінші тік жүретін адамдар синантроп. Амина, бар ма синантроп туралы не айтасыз? Яғни жаңа айттым ғой, синантроп дегеніміз ол Қытай адамы, иә? Қытай адамы. Қытай адамы. Себебі олар Қытай елден табылған. Қытайдан Шоу қай жерден табылды? Шоу Кучан жерінде табылған. Сондықтан да синантроп адамы деп аталады, иә? Жақсы, келесі бізде қандай? Неандерталь. Ал, неандерталь деп не атаймыз? Неандерталь деп атаймыз, себебі ол Германияда табылды. Және де неше мың жыл бұрын пайда болды? Біздің заманымыздан бұрын Неше мың жыл бұрын? 235 мың жыл бұрын пайда болған. Жақсы, төртінші бізде кроманон. Немесе қалай айтамыз? Саналы адам. Саналы адам? Иә. Олар біздің ғасырымыздан бұрын Оларды неге кроманон деп атады? себебі олар Кроманон үңгірде табылды. Иә. Және де нешінші мыңжылдықты қамтиды? 40 және де 30 мың жылдығын, иә? Қамтыған екен. Жақсы. Олар алғашқы адамдар туралы. Жақсы, отырыңыздар. Келесі топ шығамыз. Екінші топ синантроп тобы. Жоқ, тұра бересіздер. Келесі синантроп тобы. Мына жаққа кетіп. Яғни сіздердің тақырыптарыңыз еңбек құралдары, алғашқы адамдардың және де оны қолдануы, иә? Ал, қане, қарақты бағамыз. Алғашқы адамдардың еңбек құралдары мол деп санауға болады. Олардың еңбек құралдары негізінде тастан жасалған болатын. Еңбек құралдары унифас пен бифас, нуклеустер, чопинг жатады. Олардың тастары өте көп және әртүрлі болады. Чоппинг бұл балта, ол ағаштарды кеседі, аң аулайды. Унифас пен бифас, олар аңның терісін кеседі, от жағады. Нуклеустер тасын жан-жағынан шауып қалған өтеді. Қандай тас құралдар білесіздер? Чоппинг, унифас, бифас, нуклеустер. Жақсы, нуклеустер. Неге олар тас құралдарын пайдаланды? Неге еңбек құралдарында тас құралдарын пайдаланды? Қай дәуірде пайда болды? Палеолит дұрыс айтады. Яғни Ерте тас дәуірі болады. ерте тас дәуірі болған. Дұрыс. Сондықтан еңбек құралдары тас тасынан жасалған екен, иә? Дұрыс айтасыздар. Жақсы. Келесі топ неандерталь тобы. Шығамыз. Неандерталь. алғашқы адамдарды Алғашқы адамдар, яғни сіздердікі қандай дене тұрпаты мен бет әлпетіндегі өзгерістерді байқау дейді. Алғашқы адамдар мен қазіргі адамдарды салыстырайықшы дейді. Яғни алғашқы адамдар қандай болды? Олар дене бет әлпеті неге ұқсайды?
Маймылға не нәрсе шайда ғой? градусқа. Түк жүреді. Тігішірек дұрыс айтады, тігішірек. Және де ми көлемі үлкен, жақсы. Бұны олардың бастары үлкен, иә? Сол жақсы. Ал енді олар қандай кәсіппен айналысты? Аңшылықпен, аң аулау, содан кейін терімшілік, дұрыс айтады, содан кейін балық аулау, иә? Аң аулауды қандай аңдарда болады? Мамонт, бизон, жабайы, иә, аюлар. Ал қалай олардан қорғанды? Не істеді? Қалай қорғанды? Айттым ба? Не істеді? Қалай қорғанды? Үңгірде тұрған кезде отпен аңдарды не істеді? Қорқытты ғой. Я қорқытты. Ал аңды қалай аулады олар? 20-30 адам бірігіп не істеді? Иә, аң аулаған болады. Жақсы. Одан кейін терімшілік деген не? Терімшілік дегеніміз не? Әйел адамдар жеміс-жидекті қазып керектісін істеді, өздері алып отырды, иә? Және де соңғы кәсіп ол балық аулау. Яғни алғашқы адамдар беті айтып кетті. Қазіргі адамдар қандай айырмашылық бар? Қазіргі адамдармен қандай айырмашылық бар? Өзін жазып қойдым, ұқсастықпен айырмашылық дейді. Яғни қазіргі адамдардың ой сана сезімі, ойлау қабілеті қандай? Терең дамыған, иә, басқаша ғой. Иә, содан кейін. Қандай айырмашылық бар? Қазіргі адам мен алғашқы адам. Дұрыс айтады. Одан кейін ойлау қабілеті дамыды. Содан кейін. Қазіргі адамдар жаңа істеді, технологиямен біз дамығанбыз, жаңа технология бізде бәрі бар, иә? Сондықтан да мына алғашқы адамдардың айырмашылығы осы. Жақсы. Сонымен балалар біз істеді? Топпен алғашқы адамдардың тарихы туралы түсіндік, еңбек құралдары, қандай еңбек құралдарымен айналысты, және де дене тұрпаты кәсібі туралы айтқан болатын. Енді келесі біздің жұмыс, яғни қараңыздар, берілген ол жұптық жұмыс. Қазір мен таратамын. Екі-екіден жұптық жұмысты білеміз ғой. Екі балада кесте толтырамыз міне. Тақтада тұр. Екі-екі балада міне. Амина, қалай отыр? Жоқ, мына жерде былай кетеді. Екеуі өзің орындай бер. Так, жұптық жұмыс жасаймыз қазір. Екі-екіден. Так, екі-екі қазір. Жұптық. Қалмен жасау керек. Кім абыз әжеге отыра ғой? Ерасылмен бірге. Так, жылдам жұптық жұмыспен жасаймыз. Екеуі бірге толтырамыз кестені. Жауап сөйлеміз. Екеуі. Қайне бастаймыз. Толтырамыз. Бала бұл жерде қараңыздар. Қайда өмір сүрді? Алғашқы адамдар қандай кәсіппен айналысты? Қандай құралдарды қолданды? Неден киім жасады? Осы сұрақтарға жауап береміз. Қайда жылдар? Қалған өздері. Тоқтатамыз. Қане? Кім айтады қане? Қайда өмір сүрді? Қандай кәсіппен айналысты? Қане? Ерғана айтыңызшы. Олар үңгірлерде өмір сүрді. Кімдер олар? Алғашқы адамдар. Қандай кәсіппен айналысты? Олар Аң аулаумен және терімшілікпен. Және де терімшілікпен. Одан кейін қандай құралдар қолданды? Тас құралдары, иә? Қандай? Жас, бейфас, неден киім жасады? Аңдардың киім жасады. Жақсы, жоқ. Қане сағаттардан оқыңызшы. Аяғын оқыңызшы, аяғын. Сұрақты оқы, жауабын оқы. Алғашқы адамдар қайда өмір сүрді? Олар үңгірде Өмір сүрді. Жақсы. алғашқы адамдар қандай кәсіппен айналысты? Аң аулау, терімшілік, балық аулау. Жақсы. Қандай құралдар Қолданды. Унифас, бифас, чоки, нуклеус. Неден? Неден киім жасады? Аң терісінен. Жақсы, аң терісінен. Жақсы. Так, мына хаттардан қане. Аннел оқыңыз. Аннел оқы. Аннел оқы. Сұрақтарды оқы, жауабын оқыңыз. Қайда өмір сүрді? Үңгірде. Қандай кәсіппен айналысты? Терімшілік, аң аулау. Қандай құралдар қолданды?
балтаны найза күрек қырғыш неге киім жасайды аңның терісін. Жақсы. Кәне, Бекболат оқиғыш. Оқы. Сұрақтарды оқы, сосын жауабын оқы. Қайда өмір сүрді? Ежелгі адамдар үңгірде тұрды. Қандай кәсіппен айналысты? Терімшілікпен айналысты. Терімшілікпен ғана ма? Аң аулауменен? Аң аулау келесі? Қандай құралдар қолданды? жебе мен салдақ. Қандай құралдар? Тас құралдары, жебе мен садақ емес. Жаңа айтты ғой, тастан жасалған. Иә. Қане, толық тұрады. Қандай құралдар қолданды? Тастан еңбек құралдар, иә? Одан кейін үшінші жауабы неде? Неге киім жасады? Аңның терісі. Аңның терісінен, ол дұрыс. Амира, оқышы. Ағашқа адам өмір сүрді. Үңгірде қандай кәсіппен айналысты? Аң аулау, терімшілік, балық аулау. Қай құрал қолданды? Балта. Дұрыс айтып. Балта. Шапқа бар, иә? Одан кейін қандай? Жаңа айтты ғой, бейпайыз, кеусе, жақсы. Және де аң терісінен. Жақсы балалар, жақсы. Яғни түсінікті ғой, иә? Адамдар қайда өмір сүргені, қандай кәсіппен айналысқаны, және қандай құралдар қолданды, және неден киім жасаған. Жақсы. Келесі біздің жұмыс. Ал жеке жұмыс. Бос орындарға, қасымен қағаз таратып беремін. Бос орындарға өздеріңіз жауаптарыңызды қоясыздар, иә? Ол кітапта қарайсыздар, кітапта тұрыңыздар, ол өздеріңізде тұра берсін. Нашаққа. Қала, жеке жұмыс, әркім өзі жеке жасайды. Жеке жұмыс, бәрінікі жеке-жеке. Болжамы бойынша қараймыз, кәне, кітаптан қараймыз, кітаптан. Болды, тоқтаймыз, е? Кәне, қай топтан бастаймыз? Кәне, Ерлан айты қош, оқимыз. Алғашқы адамдардың физикалық бет әлпеті маймыл жетілген түріне жақын келеді. Жақсы отыра ғой. Келесі. Жоқ. Кәне, Аягүл оқыды ғой. Мына жақта кім оқиды? Ерасыл. Кәне, екіншіні оқимыз. Қолыңа қағазыңда оқи ғой. Жоқ. Ғалымдардың оқи ғой. Ғалымдардың болжамы бойынша австралопитек ғана тастан құралған жасаған. Австралопитектер, дұрыс айтады, ғана тастан құрал жасаған. Жақсы, үшінші. Кәне, кім оқиды бізде? Кім? Айжан оқышы. Айжан оқып тұра ғой, оқы. Иә, үшіншіні. Дұрыс айтады, тұра ғой. Питикант тұғып, жақсы, жоқ. Кәне, ақбойда оқыш төртінші. Және де оқы. Бесеу ғана, мен төрттен оқып. Синантроптар миллион көлемі мың сантиметрден асқан. Куб сантиметрден асқан. Кәне, толықтар оқышы. Айсұлтан оқыш төртінші сұрақты. Синантроп ми көлемі Синантроптардың көлемі 1000 сантиметр кубтан асқан. Яғни, 1000 куб сантиметрден асқан. Так, соңғысын оқимыз. Жоқ, аңсаған оқыш соңғысын, ең соңғы. Қазіргі заманғы, соңғысын аңсаған оқиды. Ерғанат оқы. Толық дейміз. Полимионшықтар мен басқа маймыл тектестер адамның дамыған биологиялық ретінде сипатталады. Қандай қойды? Қай нені қойды? Австралопитектер мен қателестің еғана. Австралопитектер мен басқа маймыл тектес адамның дамыған биологиялық түрі сипатталады. Жақсы. Сонымен балалар, қане? Енді келесі бізде жалпы біз алғашқы адамдар туралы түсіндік қой, қандай адамдардың атаулары бар, және де қандай еңбек құралдарымен айналысты. Содан кейін олардың кәсіптері қандай? Тағы да не білдік? Адамдар тобыры дегенді білдік қой, адамдар тобыры, рулық. Жақсы. Енді сіздерге сұрақ. Адамзаттың қалыптасу тарихы қандай кезеңдерге бөлінеді? Сұрақ. Адамзаттың қалыптасу тарихы қандай кезеңдерге бөлінеді? Қандай кезеңдер? Жаңа айттық қой. Я? Қандай кезеңдерге бөлінеді? Ерте адамдар, Дұрыс айтқан
қойшы. Дұрыс айтады. Айтып тұр ғой. Питикантроп. Бірінші австралопитек дейміз иә? Питикантроп, синантроп қандай адамдар олар? Олар Тік жүретін адамдар, содан кейін Кроманьон, Неандерталь. Міне, осы кезеңдерге жақсы неше кезеңге бөлінді сонда? Тұр ғой міне. Қандай кезеңдерге? Неше кезеңге бөлінді? 3 кезеңге бөлінген екен. Ең соңғы Кроманьон адамды қандай адамдар дейміз? Санаулы, Homo sapiens санаулы адамдар. Жақсы мейірлі. Келесі сұрақ. Алғашқы адамдар қандай еңбек құралдарын пайдаланды? Арнұр айта ғой. Алғашқы адамдар топик, унифаз, бифаз, нуклеус, еңбек Құралдарын пайдаланды. Қандай құралдарын жасады олар? тас. Тастан жасалды. Неге ол тастан жасалды? Қандай дәуірде жасалды? Ұшы өткір болу үшін жануарларға Аң аулауға өте қажет болды. Және де қай дәуірде пайда болды? Тас Ерте тас дәуірде. Палеолит дәуірінде. Жақсы. Келесі үшінші сұрақ. Алғашқы адамдардың дене тұрпаты мен бет әлпетіндегі өзгерістер қандай? Міне жаңа үшінші топ қорғады. Кәне аяғын айта қойшы. олардың түрлері өзгерген. Қандай болып өзгерді түрлері? Міне суреті де тұр ғой. Маймылдарға ұқсас. Содан кейін Олардың милары өте үлкен болған. дұрыс айтады, үлкен болды. Денелері Денелері, бойлары ұзын, иә? Содан кейін саусақтары қандай болды? 90 градусқа. Иә, дұрыс айтады. Міне бұлардың отыра ғой, жақсы. Яғни бет әлпетіндегі өзгерістер және де осындай. Төртінші сұрақ, алғашқы адамдар қандай кәсіппен айналысты? Алғашқы адамдар қандай кәсіппен айналысты? Кәне, кім айтады маған? Ағайық айта қойшы, бұл өтемей өтсін. Қандай кәсіппен айналысты? Қандай? Терімшілік. Аң аулау. Және балық аулау. Оның ең бірінші айналысқаны қандай? Аң аулау. Отыра ғой, жақсы. Аң аулау, терімшілік және балық аулау. Жақсы. Бүгінгі бала тақырыпта біз мен бүгінгі білгенім, менің бүгінгі үйренгенім, менің байқағаным, сосын мен келесі мәселелер бойынша көбірек білгім келеді. Осы сұраққа алдарыңызда стикер тұр, жауап береміз. Кәне, стикерге жазамыз да қалар, жазасыздар да оқимыз, сосын кейін мына жерге жазып тұрамыз. Сұраққа жауап береміз. Менің бүгін білгенім, сұраққа жауап береміз. Балар, жақсы, онда шекане сұраққа жауап берейік. Менің бүгін білгенім, менің бүгін үйренгенім, байқағаным, және де мен келесі мәселелер бойынша көбірек білгім келеді. Кәне, кім ағын оқиды? Кім айтады? Мен аяғын ал, басташы бер. Сұраққа жауап берші. Менің бүгін білгенім алғашқы адамдарды. Менің бүгін үйренгенім топпен жұмыс істеу. Менің байқағаным алғашқы адамдар өте өзгерген. Мен келесі мәселелер бойынша көбірек білгенім. Нені білгім келеді көбірек? Нені білгім келеді? Осы тақырыптың ішінде. Алғашқы адамдарды Әлі де болса, тереңдеп дұрыс айтады, тереңірек білгім келеді. Жақсы, Кәнеке, біле ғой. Келесі, Кәне, Ерғанат оқи қойшы. Менің бүгін білгенім алғашқы адамдардың өмірін. Менің бүгін үйренгенім тарихтағы болған жағдайлар, оқиғалар. Менің байқағаным топтық жұмыспен көбірек жасау. Жұмыс жасау. Және де Маған соңғы симай қалды. қандай қылғалыш айта ғой, әдебі. Көбірек білгім Мен келесі мәселелер бойынша көбірек білгім. әлі де алғашқы адамдардың тереңірек білгім. жақсы. Кәне, қайыршан оқы. Қазір. Мен бүгін ежелгі адамдар қалай өмір сүргенін білдім. Мен бүгін үйренгенім өз қолмен жұмыс істеу, ой айтатын тақырыбымды жақсылап түрде айтып қорғау. Менің байқағаным қазіргі адамдар ежелгі адамдардан өте қатты ерекшеленеді. Мен келесі мәселелер бойынша көбірек білгім келетінім алғашқы адамдардың
Иә. Әлде не болса, тереңірек. Жақсы, қане, аңнай оқыдыш. Менің бүгін білгенім ежелгі адамдар туралы. Менің бүгін үйренгенім топтық жұмыс туралы. Менің байқағаным алғашқы адамдардың кәсібін түсіндім. Келесі мәселе бойынша көбірек білгім келеді. Не білгім келеді? Алғашқы адамдарды тереңдеп Тереңірек әлі де болса. Жақсы. Қане, алдай жабыстыра ғой. Дидара. Менің бүгін білгенім алғашқы адамдар туралы және олардың кәсібін. Мен бүгін үйренгенім топтық жұмыс жасау. Мен байқағаным айырмашылықтарын. Мен келесі мәселелер бойынша көбірек білгім келеді. Алғашқы адамдардың өмірін Әлі де болса, толық білгенімізде. Жақсы, тағы да кім оқиды? Санжар. Ой, кім? Бекболат. Санжардан оқиды, сіз оқисыз. Бекболаттан кейін. Менің білгенім ол ежелгі адамдардың қай жақта өмір сүргені. Менің бүгін үйренгенім ежелгі адамдардың олардың қалай өмір сүргенін Білгін, қалай өмір сүргенін жайлы. Жақсы, менің байқағаным, не байқадым? ол Не байқадым? Осы алғашқы адамдар туралы. Не байқадым? Өзің ойыңда да қойшы. Алғашқы адамдарды жасағанын байқадым. Содан кейін тағы да қару-жарақты да тастан еңбек құралдан жасаған. Жақсы, келесі сұрақ. мен келесі мәселелер бойынша көбірек білгім келеді. Не білгім келеді? ежелгі адамдардың қай облыста тұрғанын Қай уақытта өмір сүрген жаңа айттық қой, одан басқа не білгім келеді тағы? Әлі де болса, тереңірек білгенді қалаймын. Қане, Берлан оқы. Жақсы отыр. Ана жерге бармыз, істекемді. Мен бүгін үйренгенім топтық жұмыс жасау. Менің бүгін байқағаным ежелгі адамдардың өзгеруі. Мен келесі мәселелер бойынша көбірек білгім келеді. Не білгім келеді? Ежелгі адамдардың Өмірі жайлы. Жақсы жабыстыра ғой. Әмина оқышы. менің бүгін үйренгенім алғашқы адамдар туралы. Менің бүгін үйренгенім топтық жұмыс жасау. Менің байқағаным алғашқы адамдардың өзгеруі. Менің келесі мәселелер бойынша көбірек білгім келеді. Алғашқы адамдар туралы. Қандай? Алғашқы адамдар туралы. Жақсы. Соңғы тағы оқимыз. Кәне, Айсұлтан оқы. Менің бүгін білгенім ол ежелгі адамдар туралы. Менің бүгін үйренгенім топтық жұмыс жасау. Менің байқағаным топтық жұмыс қызықтырақ болды. Менің келесі мәселелер бойынша көбірек білгім келеді. Ежелгі адамдардың әр уақыт қалай қалыптасқан. Жақсы. Жабыстыра ғой. Қалғандарымыз балалар, стикерлерімізді жабыстырамыз. Жабыстырыңыздар. Бәрі қалған балалар. Жабыстырмаңыз. Сол үстіне жабыстырамыз. Үстіне жаңағы қағаздар. Жақсы. Қайда жабыстырамыз? Отыра қаламыз. Жабыстырып. Иә. Отыра қаламыздар. Отыра қаламыз. Тез. Отыра қаламыз балалар. Дәптерlerimizni ашыңыздар, үй тапсырмасын жазамыз. Яғни алғашқы дәптерlerimizге жазамыз. Алғашқы адамдардың дәптерlerimizге жазамыз. Алғашқы адамдардың өмірі жайлы ой толғау жазыңдар. Алғашқы адамдардың өмірі туралы үй тапсырмасы. Отырамыз. Алғашқы адамдардың өмірі жайлы ой толғау жазу. Жазып алыңыздар. Алғашқы адамдардың өмірі туралы ой толғау жазу. Эссе жазу. Ой толғау жазу. Енді бүгінгі сабақта өте жақсы, белсенді қатысқан Мейірланға 8 балл, Айжұлдызға 9 балл,
Ерғаны 9 балл, иә, жақсы, өте жақсы қатысып отырды. Айсұлтан өте жақсы, Амир жақсы қатысып отырды сабаққа. Арнұр өте жақсы қатысып отырды сабаққа. Диляра сабаққа жақсы қатысты. Мына жақта 3-ші қатарда Бекболат жақсы қатысты сабаққа. Содан кейін Қайыржан өте жақсы қатысып отырды. Санжар қатысты жақсы өте. Ақбота жақсы, Ақерке, Амина бәріміз жақсы қатыстық. Әлі де болса сабаққа жақсы қатысуымыз керек балалар. Жақсы, сонымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.